Каналыма қош келдіңіздер сұлуларым, сіздермен Феруза Мырзаева. Бүгін сіздерге бетті жақсартатын, беттің әжімін тартатын, ағартатын, пораларын кішірейтетін, тері асты бездерінің жұмысын жақсартатын керемет универсалды маска жасап көрсетпекпін. Бізге ол үшін магнезия қажет болады. Магний сульфаты кез келген аптекада рецептсіз беріледі. Және де глина, яғни бізге белая немесе голубая, ақ және немесе көк глинаның кез келгенін аламыз. Ыдысымызға 1 шай қасық магнезияны салып, оған 1 шай қасық глинаны қосамыз. Және де бетімізге жауға ыңғайлы кремообразный болу үшін кішкене минералды су қосып араластырамыз. Егер бетіңіз майлы болса, осыны жағу жеткілікті. Ал егер құрғаққа жақын болатын болса, 5-6 тамшы бадам миндальное маслоны қосамыз. Масканы жағардан алдын қолымызға немесе білегімізге, яғни мойнымызға немесе шынтақтың бүгілетін тұсына кішкене кремді маскамызды жағып 5-10 минут күтеміз. Ашу, қызару сезімдері байқалмаса, бұл маска сізге тура келеді. Ал егер ондай сезім байқалса, бұл масканы қолданбаған жөн. Тазартылған бетімізге маскамызды жағып 5-10 минут аралығында күтеміз, сосын жылы сумен жуып тастаймыз. Артынан өзіңіздің ұнататын креміңізді жағуды ұмытпаңыздар, өйткені маскадан кейін бетте құрғау сезімі байқалмау керек. Ал бізде лифтинг эффект беретін маскалар болғандықтан кішкене тартып құрғатуы мүмкін. Аптада 1-2 рет жағуға болады. Курс 1 айды қамтиды. Осы масканы жасап көріп қанымдар, өз ойларыңызбен комментария бөлімінде бөлісе кетіңіздер. Алда сіздерге көптеген пайдалы маскалармен бөлісетін боламын. Ол үшін сіздердің ойларыңыз мен үшін өте маңызды.